Zemzem suunun sırrı. Abdülmuttalip ерекше басшылық қасиетімен көзге түсіп, арада жылдары солап өтіп жатты. Тіпті бір күні Меккені басқаратын жағдайға да жетті. Бірде жаздың аптапты ыстық күннің бірінде Қағба маңындағы Хижр деген жерге көлеңкеде демалып жатқан кенет ұйқы басып көзі ілініп кетіп түс көрді. Түсінде жүзіне нұр тамған бір кісі келді де: "Балам, қанекей, жылдам орнынан тұр, қолыңа қайла мен күрегіңді алып Тайбаны қаз" деді. Әбдімұтталып "Тайба" деп нені айтып тұрсыз дей беріп еді, әлгі кісі көзден ғайып болды. Сол сәтте өзі де оянып кетті. Орнынан апыл-ғұпыл тұрып жан-жағына қарады. Өң бе әлде түсім бе? Тайба деген не нәрсе өзі? Осыдан соң ол күні бойы ойланып жүрді. Бірақ түсі жайында ешкімге тіс жарып айтпады. Ертеңіне дәл сол жерге барып отырды. Тағы да ұйықтап кетіп әлгі адам көрді. Ол: "Тұр балам, ұйықтайтын кез емес, қолыңа қайла мен күрегіңді алып жылдам бәррәні қаз" деді. Ол сұрап үлгермей жатып оянып кетті. Бәррә, жақсылық деген сөз емес бе? Үшінші күні тағы да түстің жалғасын көрді. Бұл жолы әлгі кісі: "Балам, қазатын мезгіл жетті, орнынан тұрып Мәднунаны қаз" деп әдеттегідей ғайып болып өзі оянып кетті. Мәднуна, бұл көмілген қазына деген сөз емес бе? Ондай қазынаны мен қайдан таппақпын арасында, бұл не өзі? Төртінші күн ақырғы рет әлгі кісі қайта түсіненіп: "Балам, тұр орнынан, қолыңа қайла мен күрегіңді алып Зәмзәмді қаз" деді. Әбдімұтталып "Зәмзәм деп нені меңзеп тұрсыз, оны қайдан табамын" деп сұрады. "Зәмзәм құдығын қазсаң өкінбейсің, ол сенің ата-бабаларыңнан қалған мұра. Зәмзәм киелі су. Ол құдықтың қайнары ешқашан суалмақ емес. Суы қияметке дейінгі қазыларға жетіп артылады. Оны қайдан табамын" деп сұрады. "Ол құрбандардың қанаққан жер мен ішек қарды тазаланатын жердің арасында. Ала қанатты қарға келіп ол жерді шұқиды, һәм сол маңайда құмырсқа илеуі бар." Ол ұйқысынан қобалжи оянды. Зәмзәм аңызы жайлы естіген бар болатын. Меккеде онысы да бір дүйім елге жетерлік бірнеше құдық бар еді. Өте ерте заманда осы мекенде Жүрһүмлілер өмір сүрген. Олар бірде алмағайып заман орнап аяқ астынан Меккеден кетуге мәжбүр болады. Олар көшіп бара жатып бар байлығын Зәмзәм құдығына көміп, орнын білінбейтіндей етіп жауып кетеді. Бейбіт заман орнағанда қайта Меккеге оралып құдықты қазып байлықтарын алмақшы болады. Айтса да олар сол кеткеннен мол кетіп оралмайды. Олар кеткелі талай ұрпақ өтті. Ал Зәмзәм құдығы туралы ақиқат ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ақыр соңында ел аузында естіген, жан басын шайқап таңырқап тыңдайтын аңызға айналған еді. Жиын тойларда Зәмзәм дәмі балдай ғажайып сұлу. Сахарада шөл қысқанда бір жұтым суының өзі шөліңді қандырады. Қарның ашса ішіңе ел қондырады деп бастағанда жиылған жұрт құлақтарын түре қалатын. Ақын жыршылар Зәмзәм туралы өлең оқып жыр жырлағанда жұрт бейне бір сол суды ішкендей сезініп қиялға барады. Әбдімұтталып баласы Харисті ертіп дереу айтқан жерге барып меңзеген жерді қаза бастады. Мүмкін арасында бұл жай ғана түс болар. Зәмзәм ол ел аузындағы аңыз емес пе? Деп екіұдай ойға қалды. Бір кезде Харистің күрегі бір тасқа тиген, шыңқ деген дауысынан селкете түсті. Әні-мін дегенше құдықтың айналасына қойған тастар шыға келді. Оның баласы екеуі құдықтың аузын тапқанынан хабар алған Меккенің ақсүйек әулеттері де қолдарына күрек алып, оған көмектесе бастады. Олар бұл құдықтың жай құдық емес, түбінде байлық жатқан жақсы білді. Әбдімұтталып оларға
Сендер маған қол ұшын бермей қойыңдар, бұл маған ғана тиесілі, маған осылай аян берілген деді. Бірақ олар түк болмағандай қаза түсіп, жоқ, бұл бәрімізге ортақ дүние. Бізбен келісуден басқа жолың жоқ. Кімге иек артып тұрсың, мына жалғыз балаңа ма? Ясіріптен келгенің кеше ғана, есіктен кіре салып төрменгі дейтін сен кімсің өз? Біз көппіз, ал сен жалғызсың деп уәж қайтарды. Олардың мына сөздері сүйегінен өтіп кетті. Қап мыналардай. Ясіріптен кеше келдім деп нені меңзеп тұр. Жалғыз балаң бар, ендеше жалғызсың ау деп қорлады-ау. Осыдан Алла тағала маған 10 ұл нәсіп етсе, біреуін соның жолына құрбан етемін. Уа Алла, өзіңе осылай нәзір атадым, сертімде тұрам деп іштей күбірледі. Олар құдықта кісі бойындай қазған кезде ойлағандарындай көп байлық шыға келді. Бар байлықты сыртқа шығарып әрі қарай қасты. Көп замай бұрқылдап зәмзәм суы да көріне бастады. Сол жердегілер жапа тармағай суды ішкенде расында аңызда айтылғандай бар екен-ау деп таңдайларын қағысты. Бірақ зәмзәм мен байлыққа кім ие болады деп арты дауғаласып елдің бейне жүгінді. Бей мән жайға байыппен қарап, күні кешеге дейін осы байлықпен зәмзәм ел аузында бар жоғы аңызған еді. Егер ақиқат екеніне сенсеңдер, неге осы күнге дейін Қағбаның маңайын қазып көрмедіңдер? Егер Әбдімұтталып сендерге Қанекей бір кездейік дегенде, сендер баратын ба едіңдер? Әрине аңызбен ертеге сенің сағым қоғаммен тең деп бармас едіңдер. Оның үстіне сендер құдық табылған соң ғана көмекке бардыңдар. Ендеше байлық теңдей бөлініп, жартысы Қағба қазасына, жартысы Әбдімұтталипке берілсін. Зәмзәм құдығына да Әбдімұтталиптің өзі мен әулеті иелік ететін болсын. Осымен дау бітті деп сөзін қайырды. Үкімге ешкім қарсылық білдірмей үнсіз тарасты. Келесі тақырып серт сыны.